Жануарларды аялайық. Оба! Маған осы шоу маған осы шоу маған осы шоу Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Бұл әріптестермен қошеметтеріңіз. Әдеттегідей НТК арнасы, мен Бердалиев Еркебұлан, ұнайт шоу. Сіздерге ұнайт деген сеніміміз мол. Құрметті көрермендер, елімізде жол жиегінде құны 23 миллион теңге тұратын әжетханалар орналастырмақшы екен. Ал біздің елде қымбат нәрсенің ашылу салтанатының өзі ерекше өтеді. Сонымен шалғай ауыл құны 23 миллион теңге тұратын әжетхананың ашылу салтанаты. Рахмет, қыздар. Биімізді ашып берген Жайнагүл, рахмет. Салтанатты түрде биімен ашып берген Жайнагүл апа би ансамблі. Жайнагүл апа би ансамблі. Кез келген тойда бір би билеп береміз. Армысыздар, бармысыздар, құрметті ауыл тұрғындары. Бүгінгі біздің қоғамдық әжетхананың ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Я, бүгін ауылға құт кірген күн. Жылы жақтан құс келген күн. Осы ауылды көркейтем деп маңдай терін төккен күн демекші. Ауылымыздың дамуына ереулі үлесін қосып, әжетхананы бастан аяқ салып берген азаматтарға доғыл шапалақ. Ендеше ашылу салтанатының алғаш сөз кезегін осы құрылысты бастауға ерек еңбек сіңірген идея авторы ауыл әкімін ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Доғыл шапалақ! Доғыл шапалақ! Әкім мырза, рахмет. Сөзіңізді бөле тұрайын, әкім мырза. Екеуміз ауысып кетіппіз ғой, мен ана жаққа тұрамын. Рахмет. Оңай болған жоқ. Дұрыс па? Дұрыс. Бұл ғимаратты салу үшін қаншама тер төгілді, дұрыс па? Дұрыс. Бұл ғимарат жайдан жай салынған жоқ. Бұл ғимарат туған жерге тағзым акциясы бойынша салынды. Бұл ғимаратты салуға 23 миллион теңге бюджеттен жоғалған жоқ, жұмсалды.
Егер де бұл ғимарат біз ойлағандай іске асса, ертеңгі күні еліміздің дамуына үлкен серпіліс бермек. Осы ғимараттың арқасында дамыған 50 елдің қатарына кіреміз деген ойдамыз. Алдағы уақытта осы ғимараттың арқасында ауыл туризмі дамып жатса таңғалмаңыздар. Бұл ғимарат ертеңгі күні ЮНЕСКО-ның қорғауына кіруі де ғажап емес. Міне бүгін мына лента кесіледі, дәретхана ашылады, одан кейін ешқашан жабылмайды, жолдастар. Рахмет. Рахмет, әкім мырза. Не деген рухты сөздер десеңізші, әкім мырза. Келесі құттықтау сөзді ауылдың зиялылар қауымының мүшесі, Ақсақал ұйымының төрағасы Сартай шал шақырамыз. Сартай ата. Ал, рахмет. Міне, осындай туалеттің ашылу салтанатына шақырып отыр екенсіңдер мені құрметтеп. Рахмет. Оған енді кіріп шығып беймарал жүре беріңдер. Құдай қаласа мына енді жастар далада жүрмейді, шегіп, ішіп, міне осында кіріп шығып жүре береді. Рахмет, тамаша, құттықтап қойсаңыздар болады. Мына сіздің сөзіңіз жалғай кетейін, біздің ауыл әкімдігінің атынан сізге мына дәретханаға 1 жылдық сертификат тегін. Игілігіңізге пайдаланыңыз, игілігіңізге пайдаланыңыз. Ой, рахмет. Не жыларым, не қуанарым білмей қалдым енді. Рахмет, бұған жеткенде бар, жетпегенде бар, дұрыс па? Рахмет, айналайын. Енді не дейміз енді? Коньки тегін болды бізге. Мына әжетхана тегін болды. Мына Совет үкіметінде ойламадық осындай тегіншілікті көреміз деп. Рахмет, айналайын. Рахмет. Рахмет. Бірақ енді бір айтарым. Осындай зәулім әжетхана сала бермей, арасында бір майда жүйде бір аурухана мектеп салып қойыңыздар. Рахмет. Әрине, барлығы сіздер үшін. Ендеше ауыл тұрғындарының көзінше салтанатты түрде қызыл лента кесіліп, әжетхананы қолданысқа беруге рұқсат етіңіздер. Фоточутқа түр бар. Рахмет. Ауыл тұрғындары ескерте кетейік. Бұл әжетхана ашылмастан бұрын біз гиф конкурс ұйымдастырған болатынбыз. Әжетханаға тегін жолдама деп. Әрине кім ұтып алды дейсіздер ауылдың тұрғындары. Біздің ауылымыздың бетке ұстар азаматы, активист, барлық шараларға белсенді қатысатын, жұмысы жоқ Елжан Халиуллинге табыстаймыз. Құттықтап қояйық. Кесе беріңіз. Мынау сізге. Рахмет. Мінекей, құрметті достар, Айхан дүкеніне қарама-қарсы керемет әжетхана ашылды. Егер де менің атынан барсаңыздар, сіздерге мықты жеңілдік болады. Келіңіздер, әжетхана құтты болсын. Рахмет. Ауылымыздың бетке ұстар асабасы Тілеков Қабдул. Барлық тойды бір сценариймен жүргізем. Рахмет. Бара беріңіз. Ендеше бүгінгі кешімізді от шашумен аяқтаймыз. Келгендеріңізге көп рахмет. Сау болыңыздар. Ұнайды. Маған осы шоу ұнайды. Маған осы шоу Құрметті қыздар, уақыт өте келе сіздерді таң қалдыру біз жігіттер үшін өте қиын болып бара жатыр. 101 роза, iPhone, көлік, пәтер, тіпті кейбіреулері қызын таң қалдыру үшін музыкалық студияға барып ән жаздырады екен. Сонымен музыкалық студия сүйіктісіне ән жаздырып жатқан жігіт. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам, қойсың. Ажал айтып ғой, қызыма өлең арнайын деп едім. Соны дайын ба? Я дайын, мін мынандай ән шықты. Жаным,
бір көріп ғашық болдым саған. Тоқта, Жүр... тоқта. Мен өлең кішкене шынайы болсын дегенім ғой. Мен оны бір көріп ғашық болған жоқпын негізі. Бір 2-3 рет көрдім ғой. Солай дейін ба? Иә, сөйтіп 2-3 рет деп айтшы. Все. Жаным, 2-3 рет көріп ғашық болдым саған. Жүрегімде от жалындаған. Стоп. Мен бар ғой, қызым жасандылық ұнатпайды да, ол шынайылық. Ол жай-жай жалындады ғой мен жүрегім. Қатты жалындаған жоқ. Жай-жай. Жай-жай дейін ба? Жай-жай. Жаным, 2-3 рет көріп ғашық болдым саған. Жүрегім жай-жай жалындаған. Менің қасымнан кетпеші, мен сенен сұранам. Тоқташ. Сұранам деген бар қандай бір слабый ұлдар сияқты, подкаблук сияқты. Бұйырам деп айтшы, бұйырам деші. Жаным. Тоқта. Сосын бар ғой, мен оны жаным деп айтпаймын мен оны. Не деймін? Томпи деймін ғой мен оны. Томпи деп айтшы. Томпи деп айтмын. Иә, иә. Томпи. 2-3 рет көріп ғашық болдым саған. Жүрегім жай-жай жалындаған. Менің қасымнан кетпеші, мен саған бұйырам. Екінші куплет, дайын ба? Конечно. Неге қасыңа сенің бар алмаймын. Мен өтірік болып кетті. Күнде барам ғой, күнде көрем. Күнде 2-3 рет көрем ғой мен оны. Күнде барам деп айтты. Неге қасыңа сенің күнде барам, түсімде көріп аймалаймын. Сен натури қияли екенсің бар ғой. Мен мысалы бүгін түсінде Человек-паукты көрдім да. Мен Человек-паук деп жазам ба? Айт, Человек-паук деп айт. Неге қасыңа сенің күнде барам, түсімде Человек-паукты көргем. Көкейімнен кетпей қойды нұр бейнең ән болып. Нұр бейнең ән болып қала берсін. Осы жер жақсы. Ауыстырмаймыз ба? Ауыстырма, қала берсін. Үшінші. Айтшы. Сен бір айтқадан түсінбейді екенсің, е? Не? Мен айттым ғой оған, жалынбаймын мен. Нагло, айт деп. Айтшы емес, айт. Айт. Басыма қонған бағымсың ба? Сен махаббатқа той баған екенсің бар ғой. Тағы не болды? Мен мысалы шапкамен жүрмін да. Не? Бағымсың емес, шапкамнан деп айт. Шапкамсың ба деп айт. Айт. Басыма қонған шапкамсың ба? Арайлап атқан таңымсың ба? Арай деп вообще айтушы болма. Неге? Мен бывшийым аты Арай ғой. Енді? Вообще жұлдыз дейсаш, или жоқ. Вообще қыздың атын айтпай қойшы. Бір еркектің атын айтсаш, Сәбит деші. Сәбит? Сәбит деші. Айт. Басыма қонған шапкамсың ба? Сәбиттен атқан таңымсың ба? Менің жанымнан кетпеші, мен сенен бұйырам. Дұрыс. Жақсы, енді мен қазір қызым шақырайын, е? Естісін. Маша! Кел, жанымыз ал. Мен саған песню придумал. Здравствуйте. Баста. Это тебе. Томпи. 2-3 рет көріп ғашық болдым саған. Жүрегім жай-жай жалындаған. Менің қасымнан кетпеші, мен саған бұйырам. Неге қасыңа сенің күнде барам, түсімде Человек-паукты көргем. Көкейімнен кетпей қойды нұр бейнең ән болып. Айт. Басыма қонған шапкамсың ба? Сәбиттен атқан таңымсың ба?
Менің қасымнан кетпеші, мен саған бұйырам. Қалай? Ну, мне нравится. Аха, рахмет саған. Ақша ше? Ақшасы бермеймін саған ақша. Қалай көрмешсің, кеше келістік 30 мың теңгеге жазып беремін. Текстін бәрін өзім жаздым ғой, бермеймін саған ақша, бол. Абзал Қамбаров, Эльдар Жұмағалиев және де Маша. маған осы шоу. Сонымен, менің келесі әріптестерімнің әнінің сөзіне мұқият мән беріп тыңдаңыздар. Сахнада Михавая 8 дроп 1. Ай-ай-ай-ай-ай! Нас сені Михавай 8 дроп 1, давайте пошумим! Қыздар, жігіттер, қазіргі таңда барлығы интернетке кіріп кеткен. Оны өздеріңіз де білесіздер. Осы кезде де кейбір адамдар уже сотқа шығып отыр интернетте ана жерде. Интернетсіз қазір ешкім өмір сүре алмайды. Баяғыда да кішкентай балаларды, қазір жай келеді деп қорқытатын болса, кішкентай балаларды Wi-Fi-ге өшіртайын деп қорқытады. Сондықтан да құрметті достар, давайте елестетейік. Бүткіл елімізде бір мезетте барлығымыздың интернетімізді өшіріп тастаса, қалай болады екен? Выше, выше, выше руки, ал, поехали! Михавая 8 дроп 1. Париж, мы этого достойны. Настоящего мастера. Знаете, у нас традиция. Каждый год Шұғыл жаңалықтар. Бүгін желдің ұйтқуына байланысты Қазақстан аумағында ғаламтор желілері 2 сағатқа істен шықты. Бізге келіп түскен ақпараттар легі осындай, арнамыздан алыстамаңыздар. Ойбай, не бол жатыр мына әлінде? Не бол қалды? Тарифім бітіп қалған ба не? Біздің үй қашаннан бері өзгеріп кеткен. Телефонымнан шықсам мүлде бөлек әлем. Біздің үйдің абойлары кетіп қой ауысып. Біраз бопты ата-анамды көрмегелі қауышып. Кім кішкентай қарындасын туылыпты жақында. Біраз бопты телефонда отырғалы ауышып. Мынау кім отқан жанында? Сонда менің туған інім ба? Анау қасындағы кім біздің келін ба? Сонда мені не тойға шақырмайсыңдар ма? Телефонды тастайшы қане? Соқыр болып баратырмыз ба? Анау телефонмен отыр әне ол қане? Телефонды тастайшы қане? Соқыр болып баратырмыз ба? Анау телефонмен отыр әне Айтшы маған баба, қашан ажырасып кетті әже менен ата? Неше түрлі жаңалықтан қалып кетті пілі? Неге салып қоймайсыңдар инста мен ватсапқа? Қазір іш пісіп кетті қазір. Фотоларға кіріп удалить етіп тастадым біразын, сосын сразу ата-анаммен сөйлесіп тастадым. Нормальный адамдар екенін түсіне бастадым. Телефонсыз қыздармен танысуға болады екен. Адам құсап достармен сөйлесуге болады екен. Телефонсыз мына әлем тіпті басқаша екен. Туалеттен 3 минутта шығуға болады екен. Қане, телефонды тастайшы қане? Соқыр болып баратырмыз bare? Анау телефонмен отыр әне ол қане? Телефонды тастайшы қане? Соқыр болып баратырмыз bare? Анау телефонмен отыр әне О, Қабдол, интернет қосылды ма? Абдол О, сағында қосылды ма? Құрметті көрермендер, жалпы бала кездегі голливудтық боевиктарды еске алайықшы. Сол кездегі актерлар: Жан-Клод Ван Дам, Арнольд Шварценеггер, Чак Норрис. Сол бұрынғы голливудтық боевиктардың барлық жиынтығы. Темір
тордағы тайталас фильмі. Ассалаумағалейкум. Отырыс қалай болып жатыр? Танысып қояйық. Джон. Мықтыбек. Стоун. Мықтыбек. Жандус. Мықтыбек. Джонсон. Мықтыбек. Педро, Мықтыбек. қанша жылға келдің? Қанша бересің? 10. Негіз 10 берген, бірақ прокурор жас көрінесін деп 7 жыл берген болатын. Өзің қанша жылға отырдың? 5. Отырғанына қанша болды? 3 жыл болды. 2 жыл қалыпты ғой. Сен қанша жылға отырдың? 3. Отырғанына қанша болды? 6. Жарайды. Араларында 4-ші атаман кім? Мен. Енді мен болам 4-ші атаман. Неліктен сен боласың? Өйткені мен дрелмен жарды тез аламын. Қалай сонда? Саған тыныштық бермеймін. Онда мен сенің 2 аяғың ұстап отырып алам. Қалай сонда? Бұл түрмеде жүргізбейм сені. Не деп тұрсың сен? Мықтыбек, не yapып жатсың? Күн салқын камераларға кірсеңдерші бір. Тез. Камераның ішінде. Ассалаумағалейкум. Түл құжаттарың дайын ба? Дайын екен, көрініп тұр. 2-ші қатарға жатасың. Содан кейін бір қазір көлпе көпшігіңді алып келем. Сосын кетіп бара жатқанда сүлгіңді маған тастап кетесің, түсінің бе? Жарайды. Хорошо? Тоқта. Сосын туалетте темекі тартпа. Жарайды. Ей, А? сенің есің дұрыс па? Не болды? Онымен неге әңгіме айтып тұрсың? Бұл жынды ғой. Неге жынды? Бұл сотталмастан бұрын талгон проводник болған. Қысқасы танысып қояйық. Есімім Билл. Мықтыбек. Мен бұл түрмеде 5 саусағымдай білем. Онда маған шығуға көмектес. Көмектесем. Қысқасы, менде міне карта бар. Бұлай жүреміз. Нарада шұңқыр болады. Соны айналып өтеміз. Айналып өтейік. Астыға түсеміз. Шлагбаум тұрады. Тесттен шығып кетеміз. Жоқ, ол тесттен шықпаймыз. Мақтыбек. Ол тесттен шықпаймыз. Мына тесттен шығамыз. Қазақстан вратарь ма не? Мықтыбек? Не yapып жатсың? Дос болған келіп тұрған жерде. Баршаш соған. Темір тордағы тайталас. Досым, мен сені жайдан жай семейден шақырған жоқпын. Алло. Досым, мен сені жайдан жай семейден шақырған жоқпын. Айта бер. Қысқасы мен қашайын деп отырмын. Бір аптада кейін 76-шы шосседа мені күтіп тұр. Болды ма? Сен барсың істей ма? Неге? Сен Семейден Америка осыған бала шақырдың ба сен? Телефонда айта салмайсың ба? Мынау неме саған көрпе ме міне? Қысқасы, бір аптадан кейін күт. Көрсеміз, досым. Ей! Мықтыбек? Мен естіліп тұрмын ба? Мықтыбек, сен анда асхана шақырып отыр ғой. Саянка беріп отыр дейді. Болды. Темір тордағы тайталас. Вроде бы Қазақстанда емеспін, бірақ аяқтан шалып жатыр. Сен ағайаға келіп, бүткіл түрмені шулатып жүрсің, бауыр. Енді қазақтар шетелде шулатады ғой. Ей, көп сөйлеме, іске кірсек. Көп сөйлеме маған, түсінің ба, оңбаған. Егер де бар ғой, менің шашымнан бір тал шаш түсетін болса, онда мен шампуньді ауыстырайын. Қысқасы, кел жекпе-жекке. Аға деп айт. Аға деп айт. Аға. Екі жет қайталанбайды деп айт. Екі жет қайталанбайды. Зарезина деп айт.
Зарезина деп айт. Зарезерванный. Жоқ, мен сияқты қате. Зарезина деп. Зарезерванный. Болды. Бұл жерде енді мен 4-ші атаман. Құтсыңдар ма? Өй, досым, неге секірдің? Мен сені құтқарамды ойладым. Аха. Досым, Иә. қысқасы, Аха. саған қазір қашып кетуге өте ыңғайлы сәт. Неге? Охранниктердің бәрі қалауым қарап жатыр. Осы сәтті пайдаланда, семейге бас. Дұрыс айтасың. Не істейсің бұл жақта? Қайтам семейге. Бұл жақта 5 мезгіл тамақ береді. Иә. Ауырықпасаң кәдімгі мықты врачтар келіп тексереді. Иә. Камераңда телевизор бар. Иә. Жылы суға түсесің. Иә. 3 айлық береді. Иә. Не істейсің семейге бас, дос? Қой, мен мұнда қалам, жындысың ба? Не істейсем еді мен? Ұнайды, маған осы шоу Олай болса қазір ән де әзіл де болады. Себебі біздің келесі айдарымыз халық әні. Сахнада Михавая 8 дроп 1. Және абзал! Және де біздің не повторим, абзал! Құрметті қыздар, жігіттер, құрметті көрермендер, қазіргі таңда ән өте көп, бірақ оның бәрін халық тыңдай бермейді. Халық өзінің жүрегіне жақын нәрсені тыңдағысы келеді. Ал халықтың жүрегінен, көңілінен шығу үшін халық оны өз жүрегінен шығару керек әнді. Дұрыс па? Сондықтан да қазір сіздер болып, біздер болып жаңа ән шығарамыз. Оған барлықтарыңыздың көмектеріңіз қажет. Құрметті достар, қазір минус қосады, сосын қалай айтылу керек темпін көрсетеді, мотивін көрсетеді, ал біз сөзін шығарамыз. Яғни сіздер, Қабдол, сіздерге көмекке түсіп, қазір қолдарыңызды көтерсеңіздер, қатар-қатар жолдарымен ошым сөзін шығарамыз. Түсінікті ғой? Түсінікті болса, қошемет. Ал кеттік, олай болса. Билеуге де болады. Билейміз ба? Билейік, давай, давай. Маған бұл шоу оңай. Маған бұл шоу оңай. Маған бұл шоу Рахмет. Ал енді тақырып. Бұл қандай? Кімге арнаймыз бұл өлеңді? Қартайып кетіп пе едің не? Қаншадасыз? Жастық шақта. Нешедесіз? Қаншадасыз? 38-мін. 38? Сізге жастық шақ не керек? Қазіргі шағымды айтпағанда енді нені айтамын? Ай, құдай, сүт қой мұны. Қай несін сағынып Қай шақтасың қазір? Осы шақта, жастық шақта. Десеш? Қандай десеш? Қазіргінің жігіттері. Қандай ол? Қазіргінің жігіттері. Не болыпты қазіргінің жігіттеріне? Құрсын, не болыпты қазіргінің жігіттеріне? Нормальнымыз бәрі жақсы бізде құрсын. Ешкім бұзған жоқ. Қатуым, мыналар не деп тұр? Не дейді? Құрсын, тұра тұршы, шеше алайық. Не дейді мына құрсын? Как өзің барып сұрайын? Тұра тұрыңдашы, камерамандашы. Несін ал деп тұрсын, айтшы конкретно. Нормально отырсыш. Саған не шаш керек па? Давай. Раз-два бер жемші. Қазіргінің жігіттеріне деп. Жоқ, негізі әдем тақырып. Қазіргінің жігіттеріне деп отыр. Қошемет әргіз. Негізі бәрі жақсы. Девушка, уайымдамын. Бірдеңе жетіспей жүр негізі бар ғой. Осы кісіге бар ғой. Сіз нешедесіз жалпы? 18+.
Неше? Так. Все понятно. Бәрі түсінікті. 18 плюс. Короче, анандай ғой. 18 плюс 22 тең дейін. Давай, бол, кеттік, ары қарай. Тез тақырыпта болайық. Ау, қандай? Тез давай. Қандай, айта. Байқанам. Сөзімді лақ жіберші Қабдолға. Мазар жоқ, идейін салып жіберем. Мына. 18 плюс. Мұнау, сен ана қыздың қасына отыршы. Брат, Сен. Давай, белден төмен Давайте емес. былай істейік. Действительно, жаңағы қыздың айтқан дұрыс сияқты 18 плюстың қазіргі жігіттер деген тақырып прикольный сияқты жалпы. қазіргі жігіттер. Иә, я думаю. Қазіргі жігіттер. Ал енді бірінші жолы қазіргінің жігіттері кейде Кейде ұстамашы дейді. жіберші! Қазіргінің жігіттері кейде қиқтысыздар. Қазіргінің жігіттері кейде жан телефон ала қойшы жан ала қойшы телефонды. Сөзін шығарайық, сөзін. Қандай сен бүткіл өзінің басына өтетін өміріңді айтуда жерде. Так. Кеттік сонымен бірінші жол. Ал енді мен ән айтам, таңғалмаңдар. Таңғалмаймыз, брат. Ешкім таңғалған жоқ, брат. Жасықпайық, жақсы. Ал енді мен ән айтам, таңғалмаңдар. Жасықпайық. Давай. Ал енді мен ән айтамын, таңғалмаңдар. Кеттік, ары қарай. Гангар-маңдар, бірдеңе маң-баң-баң бар деген сияқты ұйқастармен. Қайда кетіп қалды? Не жақта? Қазіргінің жігіттері бірде бар, бірде жоқ. Жоқ, кім апым? Таңғалмаңдар не отыр? Мына қыз қинау жүрген сияқты. Қазіргі жігіттері кейде бар, кейде жоқ дейді. Ал енді мен ән айтамын, таңғалмаңдар. Кейде армиядан қашатыным да бар. Әдемі. Ана ұйқасқа келтіріп. Армиядан қашып кеттерге жүрген дұқ деп дейді ғой. Кейде армиядан қашатыны да бар ма? Қашатындары да бар деген. Кейде армиядан қашатыны да. Да? Ну, давай. Керек. Білген істесін білген. Кеттік, ал. Қазіргі жігіттер нормальный, не қылмаңдар. Прикольно. Айтыс кетіп жатыр. Домбыра бар ма? 2 домбыра. Қазіргі Неғымаңдар, жақсы жігіттер нормальный, неғымаңдар. Нормальный ғой? Қазіргі жігіттер нормальный, неғымаңдар. Қыздардың көздеріне шөп салмаңдар. Қыздардың көзіне шөп салмаңдар. Машаның көтеніне қарамаңдар. Армандан таяқ жейсің сен. Жоқ, негіз нормально. Жоқ, қалай қарамаңдар? Қалай ол қарамау керек сол? Бар дүниеге қарамай не істейсің? Так, кет. Кім жаңа қол көтеріп отыр? Кет. Сонымен ары қарай. Шықпады негізі. Ғайбат десе біздерді аңғармаңдар. Ғайбат десе. Дейтін мезі кетіп еді. Шетелден жігіт іздеп сандалмаңдар. Мынаны үлкен әріппен жаз. Бүкіл жазуын үлкен әріппен жаз. Сосын ары қарай. Қыздар Альфонс жігіттерге алданбаңдар. Жоқ, тоқта. Мына уже маңдар паңдар дегеннен басқа енді, басқа неге, андай мақамға. Мына үндемей отырғандардан сұрайық. Бір жол бастап берсеңіз, өзіңіз бір оқыған, тоқыған адам сияқтысыз ғой, көзіңізге қарасам. Қатты тоққан еще. Орныңыздан тұрып. Қытай ол шықса Қытай. Кеттік бір. Дейді алып қойық. Тұр, орнына тұр, бір, айт. Тұрш деймін саған, анау тұрған осы ма? Ей. Ол, мен қайдам дейін? Қол түсірші мұны, не істейін? Давай, айта. Ұстама, ұят бол. Бәрі қыр, алдын ұстама. Давай, шығара берейік. Ұстама! Ұстамаш! Бір жол. Ей, деді қойсыз. Ана, кім, кудыря? Ана, шетелден жігіт іздеп сандалмаңдар деген келеді қазір айтам. Мына біздей жігіттерге қарашы десем, бол? Иә, болады, е? Өзің бір бөлек бір әлемі бар. Мындай. Айтсайшы. 1, 2, 3, айбай! Неге айбай? Мен протестую.
Не тестую? Сәлем бердік. Сіз екінші жолға қалайсыз? Өмірде екінші жол шығарып көрдіңіз бе? Ана дуэті қарашы дейтін жақсы еді негізі, мана бұйра бас айтты ғой. Не деді? Мана нал деді, нал дедім. Айтшы, сен тілін түсінесің ғой, Қабдол. Давай. Мына біздей жігіттерге қарашы. Давай. Мына бізде жігіттерге қарашы. Значит, бирабастарға көп қарамайды маған тұр. Бүйтсе қалады, мына біздей жігіттерге қарашы, Қабдол шашың тарашы. 1, 2, 3. Ал, кел, тұр, орны, кел. Қорқпа, мында кел. Шашыңды алмайсың ба? Шетелді бағындырды Димашы. Димашы. Жақсы ғой? Димаши ме? Тез. Любой, кел, жүгір. Жақында. Қандай? Шетелдегі бағындырды Димашы осы сөздерге жете ме екен қазақ қыздың санасы. Осы қызға жете ме екен қазақ қыздың санасы. Базар жоқ, братан. Бірақ керек емес. Әдем, жаз. Кеттік ары қарай. Қазақ жігіті подписчик емес, абыройды жинашы. Саған айту керек оны. Шетелдерді бағындырды Димашы, қазақ қызы бізді мақтап қинашы. Мана плюс 18-ге айтсам, жаман қинайды екен сені бар ғой. Ойбай, қылады кәдімгі. Брат, келім, мына. Басынан бастап айтып жіберейін. Айтшы өш Мына бізде жігіттерге қарашы, шетелдерді бағындырды Димашы. Димаш емес, Ержанды да айтайшы, бұл балдар қазақтардың баласы. Мына баланың сөзінен кейін былай айтуға болады. Раунд. Әрқашанда жасай берсін осындай қазақтардың қарадомақ баласы. Өзі жазған. Болды Қандай керемет. Қандай керемет сөздер шықты. Өздеріңізге бір шапалақ ұрып қояйықшы. Өлең басасың, молодец, кет. Şetilдің жігіттен іздеру саңдалмаңдар. Маған ұшы онай, маған ұшы онай, маған ұшы онай, маған ұшы онай. Тұра, орнымыздан кет, бәріміз бірге! Мына біздей жігіттерге қарашы, шетелдерді бағындырды Димашы. Әрқашанда жасай берсін осындай қазақ қарадомалақ баласы. Онай, маған ұшы онай, маған ұшы онай, маған ұшы онай, маған ұшы онай. Қошеметтеріңіз естімек, қанеке! Маған ұшы онай, маған ұшы онай, маған ұшы Бүгінге осы құрметті көрермендер, қош сау болыңыздар. Ұнайды шоу, ұнайды ма? Ұнайды шоу сіздерге міндетті түрде ұнайды. Сау!
ұнайды, ұнайды, ұнайды. Маған осы шоу ұнайды, 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 ұнайды. Маған осы шоу ұнайды, 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 ұнайды. Маған осы шоу ұнайды, 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 ұнайды. Маған осы шоу ұнайды. Міне осы шоу маған ұнайды. Маған осы шоу ұнайды. Ұнайды, 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 ұнайды. Маған осы шоу ұнайды, 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 ұнайды. О, волейболистка. Кеш жарық. Неге гол сала алмайсыңдар, аяқтары талтақ адамдарды ала ма? Жо, нормально, просто өзіңе ойланысты ол деген бар ол. Білмеймін. Бізде бәрі нормально әзір. Или де Нұрсұлтан, в смысле сантехник деп жазыңыз. Или бейт, Нұрсұлтан, мен өзім жамандап жатырмын ғой кәдімгідей.